Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге банан қосылған шоколадты пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл пирогтың құрамына банан қосылатындықтан дәмі де иісі де өте керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Пирогтың құрамына қосатын заттардың толық мөлшері видеоның астында описаниеде көрсетілген. Ең алдымен бананды қабығынан тазалап, шанышқының көмегімен езіп аламыз. 2 немесе 3 бананды қоссаңыз болады. Ол енді өзіңіздің қалауыңызша, және бананның мінсіз болуы міндетті емес. Осындай қатты піскен банандардан да тәтті пирог шығады. Бұл пирогта ең жақсысы, сізге ешқандай миксердің қажеті болмайды. Барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Және де құрамына қосылатын заттардың барлығы бөлме температурасында болған жақсы, себебі сіздің пирогыңыз жақсы көтеріледі және формасын жақсы ұстайтын болады. Енді осы езілген бананымызға 2 жұмыртқаны, қантты, ванильді қантты, сүтті және сұйық майды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Біздің жұмыртқалы сұйық массамыз дайын. Енді құрақ заттарымыз дайындаймыз. Ол үшін бөлек ситыда ұнды, какаоны, қопсқышты қосып, қасықпен төменнен жоғары қарай араластырамыз. Сұйық массамызға құрақ заттарымызды қосамыз. Оны 2 немесе 3 бөліп қосқан жөн. Сол кезде сіздің қамырыңыз жақсы араласады және де пирогыңыз жақсы болып көтерілетін болады. Осылай бірінші жарты бөлігін қосамыз, венчикпен жақсылап араластырып, сонан соң қалған бөлігін қосып, тағы да біркелкі масса болғанша араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын. Ол осындай қатты сұйық емес немесе қатты қою емес болып шығуы қажет. Яғни күрекшеден жақсы түсетін болады. Енді осы қамырымызды қазір формамызға құямыз. Менде осындай кек жасайтын үлкенірек форма, ал сіз өзіңіз қалаған кез келген форманы қолдансаңыз болады. Силиконды кек жасайтын формалар немесе кәдімгі дөңгелек пирог жасайтын формалар да жақсы келеді. Енді осы формамызға пергамент қағазын саламыз және қамырымызды құйып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Кексті алдын ала қысып тұрған пеште 180 градуста шамамен 45-50 минут пісіріп аламыз. Біздің кексіміз дайын. Ол осындай жақсы болып көтерілетін болады және оның ортасының піскендігін ағаш таяқша арқылы тексереміз. Ол құрақ болып шығуы қажет. Пирог өз формасын жоғалтпас үшін оны 10 минуттай формадан алмаймыз. Сонан соң барып формасын шығарып, решеткаға қойып толықтай суытамыз. Ал егер де сіз асығыс болсаңыз немесе қатты жегіңіз келіп жатса, жылы күйінде де жеуге болады. Жылы күйіндегі пирог өте дәмді шығады. Мен пирогты әсемдеу үшін осылай шоколадты глазурмен сары майды ертіп алдым. Оны су моншасында немесе микротолқынды пеште ертуге болады. Мен микротолқынды пешке салып, секунд қана ұстадым. Сонан соң жақсылап араластырып, енді біздің пирогымыздың үстіне біркелкі етіп жайып шығамыз. Пирогтың бетін өзіңіздің қалауыңызша жеміс-жидекпен немесе шоколадпен әсемдесеңіз болады. Мен осылай вафельный крошкеде сүйеп шықтым. Бірақ бұл міндетті емес. Өзіңіз қаласаңыз, пирогты сол қалпында қалдырсаңыз да болады. Себебі пирог онсыз да өте дәмді болып шығады. Біздің кекс пирогымыз өте жұмсақ, нәзік және де дәмді болып шықты. Бұл пирог менің қыздарыма және де күйеуіме өте қатты ұнады. Олар тамсанып жеді және де біз бұл пирогты бір күнде жеп қойдық. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.
Менің жаңадан шығатын рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және де лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Әйгерім. Назарларыңызға рахмет.